Едіге Түркістанский ма сонда? Қазақ қой ол, қазақтың батыры. Ноғайлының батыры. Қазақ па Едіге би? Иә. Ноғайлының батыры ғой, қазақтың батыры. Қазақ Ноғайлының батыры ғой, Ноғайлы. Маңғыт руы ол. Маңғыт руы Ноғайлы деп аталған. Ноғай деген болғанда 13-ші ғасырда өмір сүрген кімнің кезінде. Бату ханмен бірге шығыс Европаға аттанғанда 16, 17, 18 жаста болғанда Ноғай деген қолбасшы болғанда Жошы ханның тоқалынан туады. Ол хан болуға хақысы болмағанда тоқалдан туған екен. Едіге би ма? Ноғайлы ма? Маңғыттарды жаңағыдегі Қырымда, Солтүстік Кавказда өмір сүргенде Алтын Орданың батыс жағында да. Тұманы көресші? Тұманы қойшы. Қой өтші. İçinde Arapça yazı var ya. Minde tımar var mı bunun? İçinde Allah деген сөз. Şu tımar çoğalt oğlum. Çoğalt oğlum. Tımar çoğaltırsan izleme, kayıtıp izleme. Başkasını al. Мен оны не табысым. Ол өзі жоғалып кеткені жақсы ғой. Басқа тымар жазыр болады. Бұны аяқ асты етпейсің ғой. Аяқ асты етпейсің. Бұны табып жүре. Ноғай дегенше Шыңғысханның ұрпағы болғанда Бокада айтайын сағанда. Бірақ ол ана Тоқалдың туғанда, Тоқалдың баласы бұл да. Тоқалдың балдар хан болмайды да, Бәбішен туған балдар хан болады. Маңғыттарды жаңа Ноғай билеген ғой, билеп түстегенде. Ноғай өлген екен, маңғыттарды Ноғайлы деп атап кеткенде. Едіге атасы маңғыт руынан шыққан ғой. Ноғай хан дәрежесіне жетпеген ғой. Ол да ұлы адам болғанда, күшті адам болғанда Бокада. Берке хан Мөңке Темірдің кезінде билігі жүрген ғой күшті. Күшім көп па? Ұлы би аталған ғой, ұлы би деп аталған Ноғайды, ұлы би деп аталған. О қайқын кім оған? Қайқын адам ол? Ноғай Шыңғысхан ұрпағы ол. Жоқ, қай территорияны өмір сүрген? Ол Кавказ, Қырым, Солтүстік Кавказ, Еділ өзенінен Дунай өзеніне дейінгі жерді билеген. Алтын Орданың батыс жағында. Ноғай Жошы Шыңғысханның үлкен баласы Жошы емес па? Жошының бәйбішесінен жаңағы Батухан тарайды ғой. Ноғайдың әкесі Тоқалдан тарайды Жошының. Ол өзі Жошы ханның шөбересі. Жошының тоқалынан туғанда Шыңғысхан заңы бойынша бәйбішеден туған балдар хан болады да, тоқалдан туған балдар хан болмайды. Олар хан болуға ұмтылмаған, бірақ бір хан ұрпағы да сондай. Үйхіңгілей өреттің, да? Сондай бауқат досым. Ноғай деген авторитетін күшті мықты адам болған ол. Ол тек қастай, ол ана Батырхан өлгенше Алтын Орда хандарым бар ғой. Өзбек ханға дейін, Тоқтай ханға дейін Алтын Орда хандарын өз қолымен қойып, өз қолымен алып тастайтын әмірші болған ғой. Ноғай ма? Билік шексіз зор болған ғой. 40 жыл Жошы ұрпағын айтқанын істеткен ғой. 40 жыл Алтын Орда хандар өз қолымен алады да, өз қолымен алып, өз қолымен отырғызатын болған адам болған ғой, сондай авторитетный адам болған ғой. Сондай адам болған ғой. Руы не болған? Маңғыт. Маңғыт? Маңғыт емес, оның руы. Шыңғыс ұрпағы ғой. Баня бардың ба? Барам. Ертең барып қайтамыз, да? Білмеп көреміз, барса барайық. Сол Ноғай өлген екен 1260. Мен өзіміздің үйде баняға түсіп алдым да, саған болып баратырмын көңілім. Ноғай 1206 жыл өлгенде. Ноғай өлген екен Маңғыт руы басшысыз қалып кетті де, лидерсіз де. Лидерлер көземсіз қалып кетті де, маңғыттар, басқа да ру тайпалар сөйтіп маңғыттарды Ноғайлар деп атымен атап кетті де, барлығы да қазақтар да. Ноғай деген авторитетті адам болған, мықты адам болған, ол бәрі кітапта жазылған Ноғай. Маңғыт руының бәрі Едіге батыр шыққан ғой, Едіге батыр Маңғыт руынан. Яғни Ноғайлының батыры ғой,
Қазақтың батыры ғой, жаңағы Едіге батыры. Қара қазақтан шыққан ғой, қара сүйек қазақ, қара халықтан шыққан сондай. Едігенің өзі 1419 жылы өлді ғой. 1919 жылы. Едіге батыр. Революциядан кейін өлді ма? 1419 жылы. 900 деп естідім. 1419. Ақсақ Темір 1405 жылы ақпан, февраль айында отырарда өлді. Түркістанның отырардың арасында әскер жинады 200 мың, 300 мың Қытайды басып алуға соғысқан. Шалып алған сол кезде. Февральда отырарда қайтыс болды. Темір мемлекет астанасы Самарқанд қой. Алтын Орданың хан Тоқтамыс 1406 жылы өлген. Едіге екеуі таласты ғой, Алтын Орданың хан боламыз, билікке таласты ғой. Тоқтамыс хан 1406 жылы өлген, Батыс Сібірде. Едіге өлтірген ғой соны. Өз қолымен өлтірген ғой. Тоқтамыс ханды ма? Кітапта оқыған. Тоқтамыс ханды Едіге батыр өлтірген, Батыс Сібірде 1406 жылы. İlyas Esenbek'in Altın Orda'n ikinci kitabında yazıldı. O kitap bende var o. Odan keyin To'xtamsin bolalar jang-jang kaçıp ketdi. Biri Moskvaga, biri Litvaga, biri Aqsaq Temirga kaçat, Ağordaga. So'sin Едіге батыр солармен соғысады ғой. Едіге батырдан Алтын Орда қандарын өз қолымен алып тастайды, әмірші болады ғой. Қуыршақ қандарды қояды да, солардың артынан өзі билік жүргізеді. Қуыршақ қандар дейді ондай, олар ше. Қуыршақ қан? Қуыршақ қандар дейді. Едіге батырдан ноғай сияқты Алтын Орда қандарын өз қолымен қояды да, өз қолымен алып тастайды да, орда орналасып. Едіге ма? Ноғай сияқты болғанда ол да, сондай адам болған. Бірақ өзі қара халықтан шыққан. Шыңғыс хан ұрпағы емес, қара халықтан шыққан ешін маңызды болған. Ал Ноғайым ол Шыңғыс хан ұрпағы, бірақ ол Тоқалдан туғанда, Тоқалдың ұрпағы. Түрік-моңғол заңы бойынша, одан кейін Шыңғыс ханның заңы бойынша, бәйбішеден туған балдар хан бола алмайды да, Тоқалдан туған бәйбішеден туған балдар хан болады да, Тоқалдан туған балдар хан бола алмайды. Заң Шыңғыс ханның ясасы бойынша, заңы бойынша. Инен шешекті? Боқа мен анау жұмыс жаққа бармасам болмайды, жаққа бір барып келуім керек. Ертең ішемізді құда қаласы. Ертең байнаға барып қайтайық. Сосын үйге келіп шай ішеміз де боқа. Саған одан да мақтан айтып беремін. Одан да күшсін айтып беремін. Мұңмырдың ертеңсі не болды ғой? Әйтсе ұйықтап қаламын десе, ұйықтағасы не болады? Қалған ертең жалғастырамыз дей ма? Ертең әңгіме таусылмайды бірақ, значит тірі жүреміз да, я. Солай. Хандарды өз қолымен қоясынды, өз қолынан алып тастау ше. Шексіз зор биліктің егесі де ол. Сондай болып тұр ғой. Мен таң қалып тұрмын соған. Өзі әшін қара халықтан шыққан да. Қара халықтан. Жай адамды болға. Қара сүйекті. Әшін батыр өзі батыр би. Бірақ Шыңғыс хан ұрпағы емес та. Қанша ханды қойды ғой? Қырғын хандарды қойған ғой ол. 10-15 шақты ма? Жоқ, 10-ға жетпейді. 6-7-8 болғандарды қойды ол. 8 шығар ары кетсе, 10-ға жетпейді, 8-9, 10-ға болмайды. Бір хандары 1 жыл болған, біреу 2 жыл болған сондайды болқа. Біреу 7 жыл болған сондай. Соғыста өлген болмаса, қастандықпен өлтірілген, оны басқа өзінің туысқандары өлтіріп береді ол хандар сондай. Билікке талас деген сондай болады болқа, білесің ба? Таққа талас дегенді білесің ба? Билікке талас деген сондай болады. Милитаризм мықты, я? Билікке талас, таққа талас деген сондай болады болқа. Война, то эти военные обязательно выиграют. Их много же по количеству. Иә. Военная тактика. Мысалы, сен президенті бар, өз қолымен алып тастап басқа президент қоя алмайсың, иә? Қоя алмайсың. Мысалы, қазіргі заманда да, мысалы, 21-ші ғасырда, 21-ші ғасырда. Оған көтіміз шыдамайды боқа, иә? Біз қара халықтан шықтық қой, иә?
Ал bu кезде орта ғасырларда езгесін қарғалықтан шығып тұрып, ана хан ұрпақтарын, Шыңғысханнан тарайды ғой, хан бір, Шыңғысхан ұрпақтары, хан ұрпақтары. Алтын Орданың хандары өз қолымен қояды, өз қолымен алып тастайды. Шексіз зор билік иегесі да. Сондай ма? Сондай да? Көрдің ба? Ешкім